береміз. Сондықтан осы сұрақ біз үшін өзекті бола бастады. Үлкен өмірге қадам басқаннан кейін біздің алдымызға мамандық таңдауы түседі. Сондықтан мамандық таңдауда қателеспеуіміз керек. Мамандық таңдау біздің болашағымызға әсерін тигізеді. Менің бала кезімдегі арманым полиция қызметкері болу. Менің ағам полиция қызметкері болып жұмыс істейді. Кішкентай кезімде ағамның қызметтік киіміне қатты қызығатын едім. Бас киімін киіп, өзімді полиция қызметкері ретінде сезінетін едім. Сол арманым менің қазіргі мамандық таңдауыма әсерін тигізді. Номер 2 жалпы орта білім беретін мектебінің 10 А сынып оқушысы мен Тұрғанбаева Алина мамандық таңдайтын кез келді атты жобасына қатысып, қазір Бөрлі аудандық полиция бөлімшесіне келіп отырмын. Саламатсыз ба? Сәлеметсіз. Мен жалпы орта білім беретін мектебінің 10 А сынып оқушысы Тұрғанбаева Алина мамандық таңдайтын кез келді атты жобасынан сізге сұрақтармен бөліссеңіз сұрақтармен. Жақсы. Бірінші сұрағым, сіз неге осы мамандықты таңдадыңыз? Біріншіден мен өзім таныстырып өтейін. Бөрлі полиция бөлімінің жергілікті полиция қызметінің учаскелік полиция инспекторы. Есімім Айболат, тегім Сұлтанғали Бейсенбайұлы. Сіздің бірінші сұрағыңызға жауап беретін болсам, бұл таңдаған себебім бұл бала кездегі менің арманым, осы ішкі істер органдарына қызмет ету. Екінші сұрақ. Осы мамандық сізге ұнай ма? Бұл біздің мамандығымыз біріншіден қоғамдық тәртіпті қадағалау, және екіншіден біздің азаматтардың конституциялық құқықтарын қорғау. Үшінші сұрағым сізге осы мамандық басқа мамандықтардан ерекшелігі? Бұл біздің мамандығымыз басқа мамандықтардың ерекшелігінен айтатын болсамыз, біздер жаңа сізге айтып өттім ғой, біздің бірінші мақсатымыз қоғамдық тәртіпті қадағалау, қылмыстың алдын алу. Тағы да төртінші сұрағым сізге осы мамандықты таңдауға қандай кеңес бересіз? Яғни өсіп келатқан жасөспірімдер осы мамандықты таңдап жатса? Бұндай кеңесті енді сіздерге айтып өтетін болсам, ішкі істер органдарында қызмет ету деген үлкен бір мәртебе, жоғарғы статусқа сай келеді. Жақсы, рахмет сұхбатыңызға. Сау болыңыз. Түлектерге жаңыл маған тілеймін. Айтқым келгені, өзіңізге ұнайтын мамандықты таңдау өте маңызды. Сол мамандық бойынша істеген жұмысыңызды жақсы көру. Номер 2 жалпы орта білім беретін мектебінің ой өрісі биікке, ұлттық дәстүрге бекем ұстаздарының өнімді өнекесімен тәлімдік тәрбиесін алған шәкірттеріңіздің алдағы уақытта талай маман иесі болуына, білім ордасының абыройын асқақтатып, мәртебесін биіктететіні сөзсіз.